Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы, сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат жасанды интеллектіні сабақта қолданудың тағы да бір қырымен таныстыру. Өзіме керемет ұнады, пайдаға әбден жарайды, сондықтан сіздер де пайдаланыңыздар, каналға тіркеліп, лайк, комментарийді ұмытпаңыздар. Ал кеттік, сонымен Google'дың іздеу жолағына defeat me деп жазамыз. Ағылшыншаға аударып алайық. Defeat me. Defeat me. Мінекей шығып тұр. Кеттік. Бұған тіркеліп алған жөн. Google аккаунт арқылы тіркелу өте жеңіл. Және де бұның бір ерекшелігі қазақ тілінде жұмыс жасайтын жасанды интеллекттің бірі. Менде бірден шығып тұр, қазақша қолданып жүргендіктен, ал сіздер тінтуірдің оң жағын басып, перевести на қазақ тілі десеңіздер болады. Бұл не істейді енді? Қараңыздар, біз БЖБ, ТЖБ аламыз, сол кезде оқылым тапсырмасы бар, иә? Жалпы кез келген пән бойынша мәтін беріледі, сол мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру керек болады. Жалпы оқу сауаттылығына қатысты таптырмас дүние деп айталам, бұл бір. Екіншіден, саралау тапсырмасы да дәл осы жерде, тапсырмаларын дәл осы жерде жасап алуға болады. Ең қарапайым үлгісін көрсетейін қазір. Сөзбе-сөз кез келген нәрсе деп тұр. Мысалы, мен осы жерге кез келген тақырыпты, мысалы, гравитациялық күш деп алайық, иә? Мен тіл маманымын, бірақ гравитациялық күш деп алайық. Ой, қазір ауысушы алайын. Гравитациялық күш емес, қалай айтушы? Тартылыс күші екен, тартылыс күші деп алайықшы. Тартылыс күші. Енді әрі қарай ештеңе тиіспейсіздер, 9-шы сынып қала берсін, сіздерге керек емес болса, 8 деп алайық. Мінекей қазақ сыныбы, қазақ тілінде ақпараттық мәтін немесе көркем мәтін. Бізге ақпараттық мәтін керек. Ресурстарды жасаймыз. Сәл күтеміз. Енді бұны сіздер көшіріп алып, Word-қа өздеріңіз көшіресіздер, немесе бірден қағазға шығарып алуға болады, өңдеуге болады. Өзіңіз қажет деп тапқан ақпаратты қалдырып, қажет емесін алып тастауыңызға да болады. Сонысымен ыңғайлы. Жауаптарын тесттардың көрсетеді. Міне кеттік. Тартылыс күші сурет дайындап беріп тұр. Міне бұл суретті өзі салған жоқ. Интернетте бар суреттерді жинақтап берді деп түсінем мен өз басым. Әрі қарай кеттік. Мінекей мәтін. Тартылыс күші дегеніміз не? Исаак Ньютон қай жылы не істеді? Қысқаша ғана ақпарат. Сіздерге бұны мысалы БЖБ-да пайдаланғандарыңызға да болады. Сабақты түйіндеген кезде. Сосын түйіндеме, яғни басты тезистерді жазып береді. Әрі қарай негізгі сөздік сөздер дейді. Қандай, яғни тезистер бұл жерде. Енді маған керегі мынау көп таңдаулы сұрақтар. Осы өзінің ұсынған мәтіні бойынша сіздерге сұрақтар ұсынып тұрады. Енді сіздерге жауабын қоса көру керек болса, мінекей жауабы бірден көрсетіледі. Керек емес сізге мынаны өңдеу керек болса, тағы да осыны өздеріңіз жөндей аласыз. Өзі тіпті ұсынады жауаптарын. Енді бұны көшіру дейсізде, көшіріп алдыңыз. Дәл осыны содан кейін, мәселен, оң жағын басып, тінтуірді создать етіп, Word мінекей 5 дей салайын. Ал қойды. Мінекей көрдіңіздер ма? Сіздерге бірден көшіріп берді. Әрі қарай кеттік. Қысқа жауап сұрақтары бар мінекей. Бұны да жөндеп, өңдеп ала аласыздар. Ашық кеңестер дейді. Сол мәтін бойынша сұрақтар. Бұл студенттер дегеніміз, бұл оқушы деген мағынада. Солай түсінулеріңізге болады. Енді маған ерекше ұнаған нәрсе жаңадан бастауға кірейікші. Менің YouTube каналым бар, білесіздер, онсыз да барлықтарыңыз. Қазір мына жерден бір YouTube канал жазайықшы жарайды. YouTube, яғни видеодағы сөздерді мәтінге айналдырады. Керемет нәрсе емес пе? Үздік педагог деп жазайын, Мінекей шықты. Мынау менің каналым. Күтексі. Мысалы, қой деймін. Canva'да 3 кітап жасауға кірейікші. Мінекей
мынаның сілтемесін алдым, көшіріп алдым, копировать еттім, стопқа қоя тұрайын. Енді мында қоямын. Мына жерде мақала немесе YouTube сілтемесі деп тұр, иә? Осыған қояйық сілтемесін. 8-ші сыныпқа лайықтала берсін, жарайды. Ресурстарды жасау дейміз. Мен таңғалдым. Менің ауызша айтқан дүниемді бірден теріп берді. Мінеки, 3-ті кітап Филипп Бук жасау дейді. Суретін шығарып беріпті интернетте бар нәрсені. Мінеки, сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін 3-ті кітап жасқаймыз болатын. Бүгін үйренеміз. Ең алдымен Google-дың ілдеу жолағына Canva деп іздейміз деп айтқан нәрсемнің барлығы тұр мына жерде. Өз өңдепті, арасында 3-ті мазмұнын сақтап жазып береді. Мінеки, сұрақтар, жауаптарымен көрейік. Жауабын көрейікші. Canva қолдану арқылы қандай жұмыстар жасауға болады? 3-ті кітап жасаймыз, дұрыс, деген сияқты. Сондықтан сіздер де пайдаланып көріңіздер, көшіріп аласыздар да Word-қа қоя қоясыздар. Пайдалы болды деп ойлаймын ақпарат. Сау болыңыздар.